Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Үржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тәрбие сағаты. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы ол күндердің өшпес даңқы. Сабақтың мақсаты кешегі соғыс жылдарында қаһарман майдангерлердің ерлік істерін жас ұрпақтың санасына сіңіру. Болашақ ұрпақтың ұлы отан соғысы жылдары ата-бабаларымыздың асқан ерліктерін, қажымас еңбектерін ұмытпай, оларды үлгі алып, өз еліне, өлкесіне деген сүйіспеншілігін, махаббатын, патриоттық сезімін ояту. Ұлы жеңістің қасиетін батыр ағаларымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкімде ешқашан ұмытпақ емес. Әлемді дүр сілкіндірген оқиға 1941 жылы маусымның 22-сінде болған еді. Бірақ сол кезде кеңес елінің бірлігі мен достығының арқасында 1945 жылы 9 мамырда ұлы жеңіспен аяқталды. Міне, содан бері 75 жыл мерзім уақыт өтті. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы. Қазақ арасында осы соғыста ерекше қаһармандық танытқан батырдың бірі әрі бірегейі Бауыржан Момышұлы. Соғыс кезінде қолбасшы Рокоссовский лейтенант шеніндегі жап-жас қазақ жігітінің қабілетіне риза болып, полк командирлігіне тағайындаған. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде 207 рет шайқасқа қатысып, 2 рет ауыр жараланды. Басшылық тарапынан бірнеше рет кеңес одағы батыры атағына ұсынылады. Бірақ атақ кешіктіріле береді. Еңбекқор Бауыржан Момышұлы мойыған жоқ. Ол 37 дәптер күнделік жазған батыр бейбіт өмірдің қаруы қаламда алып, қазақ және орыс тілдерінде көптеген кітаптар жазады. Артымызда Москва кітабы Кубаның бүкіл әлемге белгілі басшысы Фидель Кастроның сүйіп оқитын кітабына айналды. Бауыржан Момышұлының ұлы отан соғысында ұрыс жүргізу әдістері үлгі ретінде қабылданып, Кубаның әскери академиясына оқытылды. Қазақстандықтар Брест қамалын қорғады. Мәскеу түбінде де өлімге бастарын тікті. Сталинград Курск тоғасындағы шайқастарда ерекше көзге түсті. Берлинге шабуыл жасады. Рейхстагқа қазақ жігіті Рақымжан Қошқарбаев жеңіс туын 1945 жылдың 30 сәуірінде тікті. Біздің халқымыз қазақтың батыр қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың есімдерін мақтанышпен атайды. Ата-анасынан ерте айырылған Мәншүк жастық шағында тәрк етті. Алматы медициналық институтында оқып жүрген шағында жау жақтан ескен соғыстың ызғарлы желі жас қайыңның жапырағындай жайқалған бойжеткенді жұлып түсіреді. Халқына төніп тұрған қауіпке жаны шыдамай, дамыл таппастан әскерге өзі сұранып, жоғарыға мынадай өтініш жасады. Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ, сондықтан өзімді жіберіңіз. Ел үшін қан төгіп жан беріп жатқан отандастарына қалайда өз жәрдемін бергісі келген ниетпен 1942 жылдың тамыз айында Қызыл армия қатарына алынды. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысындағы Небель қаласын босату үшін Изотча станциясындағы 173-7 биіктігіндегі қантөгіс соғыс болды. Сол күні Мәншүк жан серігі пулеметімен дамылсыз оқ атып, ерен ерлік көрсетті. Жауыз жаудың Мәншүкке қарсы атқан оғы оның ажал оғы болып өрімдей қызды қыршынынан қиып түсті. 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді, бірақ біраз уақытқа дейін оның алғы шептегі атыс-шабыс алаңында білім-білігін іс жүзінде көрсетуіне рұқсат етпеді. Бірақ жас қазақ қызы алға ұмтылды, жауға қарсы оқ жаудыра асықты. Бір хатында ол өз құрбылары мен достары үшін фашистерден кек алуды қалайтынын жазады. Өзі оқыған қаласының қарсауда қалған оны қатты алаңдататын еді. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойған. 1944 жылы 14-ші қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза табады. Оны дала сермендісі
көк тәңірісі, аспан перісі, қанаттылар ханы деп құрметтеп тұтты. Дәл осындай текті құстың болмысы қазақтың арда ұлы, Кеңес одағының батыры атағын 2 рет алған қыран текті Талғат Бигелдинов еді. Дүниежүзілік екінші соғыстың ажал қорғанысында аспан көгін осқылап жатқан тұста қазақтың сай даласынан қара өткелден түлеп шыққан сарша қыран көкке темір тегеурінді әскери ұшақты 305 рет көтерген екен. Қабиденұлы Төлеген Тоқтаров қатардағы жауынгер 1942 жылдан бастап 1943 жылға дейін Сталинград майданында соғысқан, Германияны жеңген үшін медальмен марапатталған. Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры, халқымыздың біртуар перзенті Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында дүниеге келген. 1941 жылдың қараша айында оңтүстік батыс майдан штабында аттандырылып, басқыншылар қолында қалған Украина жерін азат ету үшін жау тылына түсіріледі. Қайсенов атамыз сол жерде Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядының басқарушысы болды. Бұдан кейін 1944 жылдың соңына дейін Чехословакия, Румыния, Молдавия елдеріндегі партизан қозғалыстарына қатысты. Соғыс аяқталған жылдардан соң бейбіт еңбекке араласып, Қазақстан жазушылар одағында баспа мекемелерінде қызмет атқарған. Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау кезеңін жауынгерлердің ерлігін суреттейтін жас партизандар, ажал аузында, жау тылындағы бала, жау тылында секілді көптеген шығармалардың авторы. Ел алдындағы борыштарын өтеп, еліміздің амандығын, жеріміздің тұтастығын қорғап қалған ерлерге тағзым етеміз. Олар еліміздің жарқын болашағын, жас ұрпақтың өмірін, халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалды. Ардагерлер ерліктері арқасында біз осы күнге жеттік. Біздің өз қалауымызбен еркін өмір сүріп, мектепте алаңсыз білім алып жатқанымыз, шаттана күлгеніміз, жайраңдап күлгеніміз бәрі де сол Ұлы Отан соғысы жеңісінің жемісі. Әрине соғыс болмасын, біздер соғысқа қатысып батыр болмайық. Біз бейбіт күннің батырлар болуға тырысайық. Ел үшін аянбай еңбек етіп, білім алып, өз жеріміздің патриоты болуға мүмкіндіктер бар.